Негізі адам өлім кейін сездіре ма? Мысалы бір-екі күн алдан сезесің бе, сезбейсің бе негізі? Аллах тағала сездіретін адамдар да болады, сезбейтін адамдар да болады. Бірақ сезбей қала ма, білмей қала ма, өліп кеткен? Жоқ, өліп кеткен, мысалы кейбір адамдарға Аллах тағала сондай білдіреді, мысалы әулие кісілерге, ғұламаларға Алла тағала сондай бір не дейді, сондай бір не береді да. Мысалы сол адам өмірінің соңғы келіп жатқанын түсіп көру арқылы немесе бір басқа бір белгілер арқылы Алла тағала өзінің сүйікті құлдарына сондай нығмет нәсіп етеді да. Мысалы қазір мысалы имам Ғазали рахимахуллахтың әкесі не деді, мен өлімге дайынмын деді да. Мен өлімнен қорқып жатқаным жоқпын деді. Мен баламның осындай болуынан оны көрмедім, содан кейін жыладым деп айтты. Ол тарихта көп ондай нәрсе. Бірақ біз сияқты бір күнәға белшесінен батқан адамдар, ол мысалы ойламай, мысалы қазір біреу бір адам аварияда өліп кетеді, ол білмейді ғой өлетінін. Немесе ол біз 2015 жылдары бір неде отырған кезде, түн жағында таң намаздан келіп жатқан кезде 5 бала, бір бала машинаға екен, ішінде 4-5 бала бар екен. Сол 5 балада әрбір отбасының бір баласы. Мысалы, Алла тағала маған бір бала берген. Мен бір балам бар, басқа балам жоқ. Сіздің де бір балаңыз бар. Жантөрің де, Қашекең де бір бала. Сол сияқты 5 сондай балдар жиналған екен да, жалғыз балдар, иә. 5 отбасынан жалғыз балдар біреу арасында машина алған екен. Жууға, неге Сарыағашқа барып бір шайханада отырайықшы деп келген. Енді сол жерде ішкен кезде машина 150 мен жатқан кезде ана кішкентай неден бүйтіп не қылам деп ана столбан ұрып 2-3 метр столба кәдімгі жерде жатыр. Арыққа түсіп кетіп, солардың 4-еуі қайтыс болды. Солар білгенде анаяққа бармайтын еді ғой. Сол сияқты Аллах тағала өзінің құлдарына нәсіп етеді, ондай өлімді мысалы әрбір адам жәндегі сияқты Құдай сақтасын бір күнәға батқан адамдар қашан өлетінін білмейді. Адам баласы егер қашан өлетінін білген кезде бар ғой, сол кезде тауба қылуда, басы жай намазда, дәретте отыратын еді да, өлімді күтіп отыр. Біз білмейміз қашан, қай жерде, қалай өлетінімізді. Дәретте өлеміз ба, жай намаздың үстінде өлеміз ба, немесе самолетта ма, немесе кемада шөгіп өлеміз ба, Аллах біледі да. Алла тағала ғайып. Құранда да келеді ғой, астағфируллах. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yani Allah Teala Kur'an'da 5 нәрсені Аллах Тағаладан басқа ешкім білмейді деп айтады ғой. Аллаху алам А'раф сүресінде ма сол аят келеді. Инналлаха индаху илму саа, қияметтің қашан болатынын, ва юназзилул ғайс, жаңбыр жауады. Сол жаңбыр сендердің пайдаларыңға ма, зияндарыңға ма. Ва я'ламу ма фил архам, адам баласы ананың құрсағында болған кезде ол бақытты бола ма, бақытсыз бола ма, немесе қашан дүниеге келетінін. Төртіншісі ва ма тадри нафсун маза таксибу ғада ва ма тадри нафсун би айи арзин тамут инналлаха алимун хабир. Ол қай жерде және қашан өлетіні Аллах Тағала инналлаха дейді, әлбетте алимун, яғни дана болған зат, ол Аллах Субханала Тағала біледі деп айтады, алимун хабир. Сол сияқты осы 5 нәрсені ешкім білмейді, тіпті пайғамбарлар да білмейді. Пайғамбарлар адамзаттың ішінде уахи келіп тұрған пайғамбарларда осы 5 нәрсені білмейтін екен. Ондан иншалла біреу қайтыс болды деп айттыңыз ғой, Аллах Тағала сол бауырымызды естіген салих амалын өзіне серік қылсын иншалла. Алла Тағала біліп білмей істеген күнәларын кешірсін. Отбасына Алла Тағала сабыр берсін. Бізге де сондай бір хайырлы өлімді Аллах нәсіп етсін, жай намаздың үстінде иншалла.